Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Түрмеден шыққанда мен барлығынан кек алам. Темір қақпа және бостандықтың суық ауасы. Түрменің ауыр темір есігі сықырлай ашылды. Қарашайының ызғарлы желі Бақтиярдың бетіне ұрып, оның 5 жыл бойы көрмеген еркіндік ауасын кеудесіне толтырды. Ол 28 жаста. Иықты, денелі, көзқарасы тастай суық, бірақ жүрегінде жалғыз ғана жылуы бар жігіт. Үстіндегі сұр пальтосы мен қолындағы ескі жол сөмкесі оның бүкіл байлығы еді. 5 жыл. Бақтияр бұл тозаққа өз қалауымен түскен жоқ. Ол кезде қарындасы Айлин небәрі 15 жастағы мектеп оқушысы болатын. Ата-анасынан ерте айырылған қос мұңлық бір-біріне ғана сүйеніп өмір сүріп жатқан. Бірде түнде жұмыстан қайтып келе жатып, Бақтияр көрші ауланың бұзақылары бір қызға тиісіп жатқанын көреді. Араша түсемін деп төбелес шығып, ақыры сол бұзақылардың бірі ауыр жарақат алады. Әлгі жігіттің әкесі бай, ықпалды адам болғандықтан Бақтиярды қасақана ауыр зиян келтіру бабымен 5 жылға кесіп жіберген еді. Ол түрмедегі әрбір күнін тек бір ғана мақсатпен Айлинге аман есен оралу үшін өткізді. Ол іште жүріп темірдей төзімділікке, тастай қаталдыққа үйренді. Бірақ қарындасына келгенде оның жүрегі мамықтай жұмсақ болатын. Алғашқы 3 жылда Айлин оған үзбей хат жазып тұрды. «Ағатай, мен оқуға түстім. Ағатай, мен сізді қатты сағындым» деген хаттар Бақтиярдың жалғыз жұбанышы еді. Алайда соңғы 1,5 жыл ішінде хаттар күрт сиреп, кейін мүлдем тоқтап қалған. Бақтияр іштей қатты уайымдаса да, оқуы қиын шығар, есейді ғой, өз өмірі бар деп өзін жұбатып келген. Ол терең күрсініп қалаға қарай жүретін ескі автобусқа отырды. Автобус терезесінен өтіп жатқан қала көріністері оған бөтен көрінді. Оның есіл дерті Айлинді құшақтап, оның маңдайынан иіскеу, енді ешқашан ешкімге қорлатпайтынын айту еді. Таныс аула және жүректегі беймәлім үрей. Бақтияр ескі 5 қабатты үйдің ауласына кіргенде айнала тым-тырыс еді. Күзгі жапырақтар шашылып жатыр. Ол өзінің туып өскен подъезіне кіріп, 3-ші қабатқа көтерілді. Таныс ағаш есік. Ол қалтасынан кілтін шығарып, есікті ашпақ болды. Бірақ кілт салынбады, құлып ауыстырылған екен. Бақтиярдың жүрегі бір түрлі су етіп қоя берді. Ол есікті ақырын қақты. Ешқандай жауап жоқ. Тағы да қаттырақ қақты. «Айлин, ботам, бұл мен ғой, ағаң» деді ол есікке жақындап. Іштен әлсіз сыбдыр естілді. Біреу есікке жақындап келді де тесіктен қарады. Содан кейін құлыптың сыртылдаған дыбысы естіліп, есік сәл ғана ашылды. Бақтияр есікті итеріп ішке кіргенде, тас қараңғы бөлменің ішіндегі ауыр, қапырық ауа оның тынысын тарылтып жіберді. Пәтердің іші жиналмаған, шаң басқан, терезелердегі қалың перделер тас қылып жабылып тұр. Ол бұрышта қалтырап тұрған көлеңкеге қарады. Айлин. Қарындасы оған қарап тұрды. Бірақ бұл Бақтиярдың есіндегі жарқыраған, күлімдеп тұратын, өмірге ғашық Айлин емес еді. Оның алдында көздері шүңірейген, өңі қуқыл тартып, сүйегіне терісі жабысқан, шаштары ұйпа-түйпа бір бейбақ тұрды. Оның жанарында тірі адамның ұшқыны емес, жабайы үрей мен түпсіз қорқыныш бар болатын. «Аға», деді ол дірілдеген, бәсең дауыспен. Сосын тізесі бүгіліп еденге құлап түсті де, екі қолымен басын бүркеп өксіп жылай бастады. «Маған тиіспеңіздерші. Мен ештеңе істеген жоқпын. Өтінемін, тиіспеңіздерші». Бақтиярдың төбесінен жай түскендей болды. Жол сөмкесі қолынан түсіп кетті. Ол жүгіріп барып қарындасын құшақтап алды. «Айлин, ботам, бұл мен ғой. Ешкім саған тиіспейді. Не болды саған? Кім сені осындай күйге түсірді?» Бақтиярдың дауысы қарлығып, жанұшыра шықты. Айлин ағасының кеудесіне басын қойып, бұрынғыдан да қаттырақ өксіп қалтырай берді. Бұл жай ғана сағыныштың жасы емес, адам төзгісіз қорлық пен жан азабының жасы еді. Бақтияр оның әлсіз денесін құшақтап отырып, ішкі түйсігімен бір сұмдықтың болғанын, өзі жоқта жалғыз қарындасының өмірін әлдекімдер тас-талқан еткенін түсінді. Қараңғы бөлмедегі сыр, күнделіктегі тозақ. Бақтияр Айлинді төсекке жатқызып, оған жылы шай берді. Қарындасы дәрі ішкендей меңіреу күйде төбеге қарап жатты.
Ол бір ауыз сөз айтуға шамасы келмеді, тек оқтын-оқтын селкілдеп көзін жұмып ала берді. Пәтерді аралап жүрген Бақтиярдың көзі үстел үстінде жатқан бірнеше бос дәрі құтыларына, антидепрессанттар мен ұйқы дәрілері және шашылып жатқан қағаздарға түсті. Бөлменің бір бұрышында Айлиннің сүйікті гитарасы сынған күйде жатыр. Ал үстел тартпасында оның кішкентай қызғылт күнделігі тұр еді. Бақтияр күнделікті қолына алды. Оның беттері көз жасына суланып, жазулары езіліп кеткен. Ол терең дем алып, күнделіктің соңғы жазылған беттерін оқи бастады. Әрбір оқылған сөйлем Бақтиярдың жүрегіне қағылған шегедей болды. 12 қазан. Ол маған гүл сыйлады. Руслан университеттегі ең танымал, ең бай жігіт. Ол менің қарапайым екеніме қарамады. Ол маған сен басқаларға ұқсамайсың, сен тазасың деді. Мен оған сендім. Ағам жоқта маған қорған болатын адам табылды деп ойладым. Бақтияр келесі беттерді ақтарды. Оқиға желісі барған сайын қорқынышты арнаға бұрылып бара жатты. 5 қараша. Руслан мені өзінің саяжайына достарымен таныстыруға шақырды. Мен барғым келген жоқ, бірақ ол ренжіді. Мен бардым. Оның достары Тимур мен Данияр маған бір түрлі мысқылдап қарады. Маған берген шырынның ішіне бірдеңе қосқан екен. Менің басым айналып, есімді білмей қалдым. Бақтиярдың демі жиілеп, тістері қайралып кетті. Қолдары қалтырап келесі бетті ашты. Ертеңіне мен бөлмеде жалаңаш ояндым. Руслан қасымда отыр екен. Мен жылаған кезде ол қарқылдап күлді. Ол маған телефонын көрсетті. Онда менің есімді білмей жатқан кездегі бейне жазбам, видео бар екен. Руслан мен оның достары мені мазақ етіп, бәрін видеоға түсіріпті. Ол маған, сен сияқты жетім қызды мен сүйет деп ойладың ба? Бұл жай ғана бәс тігу, спор болатын. Егер полицияға барсаң немесе маған қарсы бірдеңе десең, бұл видео бүкіл университетке, бүкіл интернетке тарайды. Сенің ағаң түрмеде, сені қорғайтын ешкім жоқ деді. Бақтияр күнделікті қатты қысқаны соншалық, қағаздың шеттері жыртылып кетті. Оның көз алды қызарып, тамырлары білеуленіп шыға келді. Ол оқуды жалғастырды. Желтоқсан мен олардың құлына айналдым. Олар қашан шақырса, сонда баруға мәжбүрмін. Бармасам видеоны таратамыз деп қорқытады. Мен оқудан шығып кеттім. Далаға шығуға қорқамын. Ағама хат жаза алмаймын. Оның бетіне қалай қараймын? Мен ласпын. Мен өлгім келеді. Кеше көп дәрі іштім, бірақ жедел жәрдем келіп құтқарып қалды. Неге мені өлуге де жібермейді? Ағатай, мені кешіріңізші. Мен сізді күте алмадым. Күнделік осы жерден үзілген екен. Бұдан кейін Айлин тек қараңғылықта есінен адасқан күйде өмір сүріп жатқан. Ол күн сәулесінен, адамдардан, дыбыстардан қорқатын үрейлі жанға айналған. Өлі үнсіздік және кек анты. Бұл жағдайда кез келген ер адам бақырып, қабырғаны ұрып, ыдыстарды сындырып, эмоциясын шығарар еді. Бірақ Бақтияр олай істемеді. Түрме оған бір қатал заңды үйреткен болатын. Нағыз қауіпті адам айқайламайды. Ол үнсіз қалады. Бақтияр күнделікті жапты. Оның жүзіндегі бұлшық еттері тастай қатып қалған. Көздерінде адамдық сезім, аяушылық, қорғаныш бәрі бір сәтте сөніп, оның орнына мұздай есептелген, түпсіз кек пен өлімнің көлеңкесі орнады. Ол қазір адам емес, тек жалғыз мақсатқа, жазалауға бағытталған қаруға айналған еді. Ол орнынан тұрып ас үйге барды. Суық сумен жуынды. Айнадағы өз бейнесіне қарап ақырын ғана сыбырлады. Руслан, Тимур, Данияр, сендер менің өмірімнің жалғыз гүлін жұлып таптапсыңдар. Мен сендерді жай ғана өлтірмеймін. Өлім сендер үшін тым үлкен сыйлық болады. Мен сендердің өмірлеріңді тамшылап сорам. Әрбірің менің қарындасымның алдында қан жылап, тізерлеп кешірім сұрайтын боласыңдар. Содан кейін ғана сендерге өлуге рұқсат беремін. Ол төсекке барып, ұйықтап жатқан Айлиннің маңдайынан сүйді. Қарындасының дірілдеген денесін көрпемен қымтап жауып. Уайымдама, ботам. Ағаң келді. Енді олар қорқатын болады, деді ол. Бақтияр қалтасынан ескі телефонын шығарып, түрмеде бірге отырып шыққан. Сыртта ақпарат және іздеу бойынша мықты танысы бар Мақсатқа қоңырау шалды.
Мақа, бұл мен ғой, Баха, мен шықтым. О, бауырым. Еркіндік құтты болсын. Қалай, үйге жеттің бе? Қарындасың қалай? Деді Мақсат қуанып. Мақа, маған көмек керек. Бақтиярдың даусынан Мақсат бірден бірдеңе болғанын, істің өте байсалды екенін түсінді. Маған осы қаладағы Руслан деген жігіт керек. Оның әкесі бай болуы мүмкін. Оның қасында Тимур және Данияр деген достары бар. Маған олардың мекен жайы, қайда оқитыны, қай клубқа баратыны, ата-анасы кім екені барлық ақпараты керек. Ертеңге дейін. Түсіндім, бауырым. Бірдеңе бүлінді ме? Жігіттерді жинайын ба? Деп сұрады Мақсат сақтықпен. Жоқ, бұл менің жекесім. Мен олармен жалғыз ойнаймын. Бірінші нысана, Данияр. Ертеңіне кешке Бақтиярдың қолында барлық қажетті ақпарат бар еді. Мақсат өзінің байланыстары арқылы үшеуінің де досьесін тауып берді. Руслан қаладағы ірі құрылыс компаниясы иесінің еркетай ұлы. Тимур прокурордың көмекшісінің баласы. Ал Данияр олардың жанындағы жандайшабы, кішігірім бизнесменнің ұлы, қорқақтау, бірақ топпен бірге жүріп өзін. Тактикалық тұрғыдан алғанда ең дұрысы әлсіз буыннан бастау. Оны сындыру арқылы қалғандарына жол табу оңай. Сағат түнгі 11. Данияр өзінің қымбат спорттық көлігімен қала шетіндегі жабық автотұраққа, паркингке кіріп тоқтады. Ол көліктен шығып, құлаққабын киіп, музыка тыңдап, лифтке қарай бейғам жүріп бара жатты. Ол өздерінің 2 жыл бұрын жасаған қылмысын әлдеқашан ұмытып, жазасыз қалатындарына толық сенімді еді. Кенет лифттің алдындағы шам жыпылықтап өшіп қалды. Данияр тоқтап айналасына қарады. «Ей, кім бар мұнда?» деді ол құлаққабын шешіп. Қараңғылық ішінен оған қарай бір үлкен көлеңке жақындады. Данияр не болып жатқанын түсінгенше, оның тамағына болаттай қатты қол жабысып, оны қабырғаға сылап тастады. Даниярдың аяғы жерден үзіліп, демі тоқтап қалды. Жарық сәл түсіп тұрған жерде ол өзін буындырып тұрған адамның суық, өлім құты көздерін көрді. Данияр. Мен бе? Ақша керек пе? Бәрін ал деп ырылдады ол қорқып. Маған ақшаң керек емес, құрт деді Бақтияр даусын сәл де көтермей. Менің атым Бақтияр, Айленнің ағасымын. Бұл есімді естігенде Даниярдың көздері шарасынан шығып, денесі мұздап кетті. Ол түрмедегі ағаның қашан шығатынын білмейтін. Бірақ оның дәл осылай алдынан шығатынын есітпеген еді. Бақтияр оны сүйреген бойда паркингтің ең қараңғы, бейне бақылау камералары түспейтін бұрышына алып барды. Ол Даниярды жерге лақтырып тастап үстінен төніп тұрды. Ойын енді басталды. Тозақтың есігі ашылды, суық бетон және Даниярдың көз жасы. Қараңғы автотұрақтың, паркингтің бұрышы. Ауа тарылып, ылғал мен бензиннің иісі қолғаны қабат. Данияр суық бетонның үстінде қалтырап жатыр. Оның үстінде таудай болып Бақтияр төніп тұр. Бақтиярдың жүзінде ешқандай ыза немесе ашу көрінбейді. Оның бет әлпеті мәрмәр тастай қатып қалған, ал көздері түпсіз тұңғиықтай суық еді. Бұл суықтық Даниярды одан сайын қорқытты. Айқайлаған адаммен келісуге болады, ал үнсіз қарайтын адамның не істейтінін болжау мүмкін емес. Бақтияр аға, мен кінәлі емеспін, деп міңгірледі Данияр артқа қарай шегінбек болып. Оның қымбат күртешесі шаңға былғанды. Бәрін істеген Руслан. Ол бізді көндірді. Ол бізге күш көрсетті. Мен оған тиіскен жоқпын. Мен тек телефонға түсіріп тұрдым. Өтінемін, тиіспеңізші. Қанша ақша керек? Әкемнен алып беремін. Бақтияр баяу ғана еңкейіп, Даниярдың жағасынан мықтап ұстады да, оны өзіне қарай жұлқа тартып, құлағына сыбырлады. Телефонға түсірдің дейсің бе? Менің қарындасымның өмірі тасталған болып жатқанда, сен соны кино көргендей түсіріп тұрдың ба? Ақшаңды өзіңмен бірге көрге алып кет, Данияр, қазір маған басқа нәрсе керек. Телефоныңды шығар. Данияр дірілдеген қолдармен қалтасынан соңғы үлгідегі қымбат смартфонын шығарып берді. Құпия сөзін, паролін аш деді Бақтияр мұздай дауыспен. Данияр Face арқылы бұғаттан шығарып, телефонды ұсынды. Видео қайда?
Бақтиярдың сөзі қысқа, бірақ салмағы қорғасындай ауыр еді. Ол құпия папкада. Бұлттық қоймада, клауд, сақтаулы. Руслан бәрімізге көшірмесін сақтап қойыңдар деп бұйырған. Бақтияр телефонның ішіне кіріп, Данияр көрсеткен папканы ашты. Экранда Айлиннің жалынып иесінен танып жатқан сәттері жарқ етті. Бақтиярдың жүрегіне біреу біз сұғып алғандай болды. Ол видеоның даусын өшіріп қойса да, қарындасының бейнесін көру оның ішіндегі жабайы аңды оята жаздады. Бірақ ол эмоциясын темірдей ерік жігермен тұншықтырып үлгерді. Бұлттық қоймаңның құпия сөзін жаз. Барлық аккаунттарыңды аш деп бұйырды ол. Данияр жылап отырып бәрін орындады. Бақтияр оның көзінше видеоның барлық көшірмелерін, тіпті жойылғандар қоржыннан да түбегейлі өшіріп тастады. Содан кейін ол телефонды бетонға қойды да, өзінің ауыр бәтеңкесімен бар күшімен басып, күл талқан етті. Енді тыңда, құрт, Бақтияр Даниярдың шашынан бұрап ұстап, өзіне қаратты. Сендегі көшірме жойылды. Қалғандары қайда? Русланда. Басты нұсқасы сонда. Ол өзінің үйіндегі сейфінде флешкада сақтайды. Ал Тимурдың өз ноутбугінде бар. Олар оны Айлинді бопсалау үшін сақтап жүр. Данияр жанұшыра бәрін сатып жатты. Оның өзімшіл, қорқақ табиғаты осы жерде толық көрінді. Оған достары да, басқасы да бәрібір тек өз жанын аман алып қалса болды. Бақтияр Даниярдың оң қолын алып бетонның үстіне созды. Сен менің көзіммен құлағым боласың. Егер оларға мен туралы бір ауыз сөз айтсаң, немесе қашып кетпек болсаң, Бақтияр Даниярдың шынтағынан жоғары тұсына арнайы нүктеден қатты басты. Бұл түрмеде үйренген, сүйекті сындырмаса да, адамды аурудан есінен таңдыратын қатты соққы еді. Данияр шыңғырып жіберді. Оның бүкіл денесі ток ұрғандай селкілдеп демі ішіне түсіп кетті. Түсіндім. Ештеңе айтпаймын. Деп жылады ол ауруға шыдай алмай. Олардың жоспары қандай? Алдағы күндері қайда болады? Деп сұрады Бақтияр оның жағасын босатып. Бүрсігүні Русланның туған күні. Ол қала сыртындағы өзінің үлкен коттеджінде жабық кеш, вечеринка өткізеді. Бәріміз сонда боламыз. Тимур да келеді. Бақтияр түрегелді. Оның бейнесі қараңғылықта одан да қорқынышты көрінді. Сен сол кешке барасың. Және мен айтқанды істейсің. Ал қазір жоғал көзімнен. Данияр орнынан әрең тұрып, өз көлігіне қарай ақсаңдап жүгіре жөнелді. Ол артына қарауға да қорқып, көлігін оталдырып, паркингтен зымырап шығып кетті. Бақтияр оның артынан үнсіз қарап қалды. Ойынның бірінші кезеңі сәтті өтті. Енді кезек өзін тиісуге болмайтын адам, неприкасаемый санайтын прокурор көмекшісінің ұлында. Айлиннің түсі және ағаның анты. Түн ортасы ауғанда Бақтияр пәтеріне оралды. Ішке кіргенде пәтердің іші бұрынғыдай қараңғы, ауыр. Ол аяғының ұшымен жүріп Айлиннің бөлмесіне кірді. Қарындасы ұйықтап жатқан екен, бірақ оның ұйқысы тыныш емес. Ол көрпені қатты қысып, басын олай-бұлай шайқап, түсінде аласырып жатыр. Жіберіңдерші. Керек емес. Ағатай көмектес деп күбірледі, ол терлеп тепшіп. Бақтиярдың тамағына өксік тығылды. Ол қарындасының төсегінің жанына тізе бүгіп отырды. Оның маңдайындағы терін сүртіп, қолын ақырын ғана өз алақанына алды. Мен осындамын, ботам. Ағаң осында. Сен енді ешқашан қорықпайсың деп сыбырлады ол. Айлин ағасының жылы алақанын сезгендей, бірте-бірте тынышталып, терең ұйқыға кетті. Бақтияр терезеге қарады. Оның көз алдына Даниярдың телефонындағы видео келе берді. Қандай адамзат өзінен әлсіз, қорғансыз қызға осындай айуандық жасай алады? Қандай адам бұдан ләззат алады? Заң оларды жазаламайды. Олардың әкелері бәрін сатып алады деп ойлады Бақтияр. Бірақ менің заңым басқа. Мені сатып ала алмайды. Мен олардың тәкаппарлығын сындырамын. Ол ертеңгі күнге жоспар құра бастады. Келесі нысана Тимур. Тимурдың қамалы вип сауна. Тимур қымбат киінетін, әкесінің қызметін пайдаланып бәріне жоғарыдан қарайтын, мейірімсіз жігіт. Ол өзін ешқашан ұсталмайтын, ешқашан жазаланбайтын адамын деп санайды.
Бақтиярдың мақсаттан алған ақпараты бойынша Тимур әр бейсенбі сайын қаланың орталығындағы жабық, өте қымбат, элит атты веб-сауна кешеніне барады. Ол жерге тек арнайы клуб картасы бар адамдар ғана кіре алады, және күзеті өте мықты. Бұл Тимурдың өзін ең қауіпсіз, ең босаңсыған сезінетін жері. Дәл осы жер оның тозағына айналуы тиіс. Бейсенбі кеші. Элит саунасының артқы есігі. Бақтияр бұл жердің сызбасын, планын алдын ала зерттеп алған. Желдеткіш, вентиляция жүйесі арқылы ішке кіру мүмкін емес, бірақ тазалық қызметкерлерінің есігін бұзу оңай. Ол қарапайым жұмысшының киімін киіп, арнайы құралмен қызметтік есікті дыбыссыз ашып ішке кірді. Дәліздермен үнсіз жылжып, ол Тимур тапсырыс берген жеке веб бөлмені тапты. Бөлменің сыртында күзет жоқ, өйткені бұл жер қауіпсіз аймақ саналатын. Бақтияр есіктің құлпын ішінен бұғаттап, заблокировать етіп, ақырын ғана ішке кірді. Бөлменің іші ыстық, бу бұрқырап тұр. Алдыңғы жақта кішігірім хаус, бассейн, оның артында бу бөлмесі, парилка орналасқан. Тимур бу бөлмесінде жалғыз өзі, көзін жұмып, ыстық буға қыздырынып отыр екен. Оның ешқайда қашатын жері жоқ. Үстінде киімі де жоқ, ол физикалық және психологиялық тұрғыдан толық қорғансыз еді. Бұл бөлмесіндегі қақпан, тәкаппарлықтың сынуы. Бақтияр бұл бөлмесінің шыны есігін жайлап ашып ішке кірді. Бөлменің іші қою будан ештеңе көрінбейді. Ол ағаш орындықтың шетіне үнсіз отырды. Тимур жанына біреудің кіргенін сезіп көзін ашпастан, жалқаулана тіл қатты. «Әй, массаж жасайтын қыз қайда қалды? Мен сыра әкел дегенмін, саңыраусыңдар ма?» Жауап болмады. Тек пештің үстіне құйылған судың шыжып еткен дыбысы ғана естіледі. Тимур көзін ашып, будың арасынан өзіне тесіле қарап отырған бейтаныс, еңгезердей еркекті көрді. Оның жүрегі дір ете қалды. Бұл жерге бөгде адам кіруі мүмкін емес еді. «Сен кімсің?» «Күзетті шақырамын». Тимур орнынан ұшып тұрмақ болды. Бірақ Бақтияр одан жылдам қимылдады. Ол бірақ секіріп Тимурдың тамағынан шап берді де, оны ыстық ағаш қабырға тақап тастады. Тимурдың демі үзіліп көздері шарасынан шықты. «Сенің күзетің бұл есікті бұзып кіргенше, мен сенің қабырғаларыңды мына ыстық тастарға қуырып үлгеремін» деді Бақтияр суық әрі қатаң дауыспен. «Менің кім екенімді білгің келе ме? Айленнің ағасымын». Тимурдың бет әлпетінен бүкіл қан қашып кетті. Ол түрмедегі ағаның есімін естігенде ақ бойын жабайы үрей биледі. Бірақ оның ішіндегі байдың баласы деген эгоизмі әлі де тірі еді. Ол тұншығып жатса да қоқан-лоққы жасауға тырысты. Сен не істеп жатқаныңды білесің бе? Менің әкем прокурордың көмекшісі. Мен саған бір ауыз сөз айтсам, сені қайтадан түрмеге тығады. Жет атаңмен құртады. Жібер мені, ит. Бұл сөздер Бақтиярдың ішіндегі вулканды оятқандай болды. Ол Тимурды жұлқа тартып жерге құлатты. Содан соң оның мойнынан басып тұрып, бұл шығаратын пештің ыстық тастарына өте жақын қысып ұстады. Ыстық ауа Тимурдың бетін күйдіре жаздады. Ол жанұшыра бақырып жіберді. «Түрме дейсің бе?» Бақтиярдың дауысы бұл бөлмесін жаңғыртып кетті. «Мен тозақтың өзінен шығып келдім, Тимур. Менің қарындасым қазір үйден шығуға қорқып, қараңғы бөлмеде тірі өлікке айналып отыр. Сенің әкеңнің прокурорлығы мені қорқытады деп ойлайсың ба? Егер сен қазір маған барлық ақпаратты бермесең, мен сенің бетіңді мына тастарға басамын да, әкеңе сенің күйіп кеткен денеңді посылка қылып жіберемін». Түсіндің бе? Тимур өзінің алдында жай ғана ашулы адам емес, ештеңеден тайынбайтын, жоғалтар жоқ елестің тұрғанын түсінді. Оның әкесінің атағы, ақшасы, билігі бұл бөлмеде, бұл адамның алдында бір тиынға да татымайтын еді. Оның бүкіл тәкаппарлығы бір секундта сынып, кәдімгі қорқақ, жылаңқы балыға айналды. Жоқ, жалындым саған. Бетіме тиіспеші. Бәрін айтамын. Деп еңіреді Тимур, ыстық тастан басын аулақ әкетуге тырысып. Ноутбуктың құпиясы. Бақтияр оны сәл босатып суық хауыздың бассейннің шетіне сүйреп әкелді.
Ноутбугың қайда? Видеоның көшірмесі қайда? Ол менің көлігімде. Артқы орындықтағы сөмкемде. Кілт менің киім ілетін шкафымда тұр. Тимур жөтеліп ауа қармады. Мен оны ешкімге көрсеткен жоқпын. Мен тек Русланның айтқанын істедім. Сен оны тоқтатпадың, демек сен де қылмыскерсің деп кесті Бақтияр. Ол Тимурды киім ауыстыратын бөлмеге сүйреп шықты. Шкафты ашып көліктің кілтін алды. Мен қазір төменге түсіп ноутбукты аламын. Егер мен жоқта айқайлап немесе полиция шақырсаң, мен сенің әкеңе барып, сенің қандай азғын қылмыстар жасағаныңды, видеоларыңды бүкіл прокуратураға таратамын. Сенің әкең өз креслосын сақтап қалу үшін сенен өзі бас тартады. Ұқтың ба? Деді Бақтияр. Тимур басын шұлғып, еденде қалтырап қала берді. 10 минуттан кейін Бақтияр қайтып келді. Қолында Тимурдың ноутбугі бар. Ол Тимурдың көзінше құпия сөзді жаздыртып жүйеге кірді. Папканы тауып, видеоны толығымен өшірді. Тіпті қатты дискіні, жесткей диск, арнайы бағдарламамен тазалап тастады. Содан соң ноутбукты жерге қойып, ауыр соққымен ортасынан қақ бөлді. Сенде ештеңе қалмады, Тимур, енді сенің жаның менің қолымда. Бақтияр есікке қарай беттеп кенет тоқтады. Ол Тимурға бұрылып қарады. Бүрсігүні Русланның коттеджінде кеш болады. Сен сол жерде боласың. Егер келмесең, мен сені жердің астынан болса да тауып аламын. Және Русланға ештеңе сездірмейсің. Түсінікті ме? Тимур тек басын изей алды. Оның жанарында бұрынғы тәкаппарлықтың ізі де жоқ. Тек таза, хайуани қорқыныш қана қалды. Бақтияр саунадан шығып, түнгі қаланың салқын ауасын жұтты. Данияр мен Тимур сынды. Енді ең бастысы, ең қауіптісі және барлық істің басында тұрған Руслан қалды. Құрылыс магнатының ұлы Айлиннің өмірін тас-талқан еткен басты жауыз. Оның жазасы бұлардан әлдеқайда ауыр, әлдеқайда үлкен масштабта өтуі тиіс еді. Оның жазасы бүкіл қалаға сабақ болу керек. Дайындық, үнсіздік пен жоспар. Сенбінің таңы. Бақтияр ас үйде үнсіз кофе ішіп отыр. Оның алдында қала сыртындағы ауқаттылар тұратын ауданда, элиталық қалашықта орналасқан үлкен коттедждің сызбасы жатыр. Бұл қаладағы ең ірі құрылыс компаниясы иесінің ұлы Айлиннің өмірін тозаққа айналдырған басты жауыз Русланның үйі. Бүгін түнде ол жерде Русланның 23 жасқа толған туған күні атап өтіледі. 100-ден аса қонақ, қымбат көліктер, күзетшілер және тоқтаусыз ішімдік. Бақтияр мақсаттан алған арнайы құралдарды тексеріп жатты. Құлаққа тағатын көзге көрінбейтін микробайланыс құралы, ғимарат ішіндегі ұялы байланыс пен интернетті толықтай өшіріп тастайтын шағын құрылғы, глушитель және даяшының, официанттың таптаза ақ-қара формасы. Бөлмеден Айлиннің ақырын басқан қадамы естілді. Ол ас үйге кіріп ағасына үрке қарады. Оның көздері әлі де мұңлы, бірақ Бақтияр қасында болғалы бері бойындағы жабайы қорқыныш сәл де болса бәсеңдеген еді. Ағатай, сіз қайда барасыз? Деді ол Бақтиярдың алдындағы сызбаларға қарап. Бақтияр сызбаларды тез жинап алды да қарындасына жылы жымиып орнынан тұрды. Жұмыспен, ботам. Кішкене шаруаларым бар. Сен есікті ішінен құлыптап ал да ешкімге ашпа. Мен таңға қарай ораламын. Бәрі жақсы болады. Айлин, мен саған уәде беремін. Ертеңнен бастап сен қайтадан таза ауамен демалып, далаға қорықпай шығатын боласың. Олар сенің өміріңнен мәңгілікке жойылады. Айлин ағасының кең кеудесіне басын қойды. Ол Бақтиярдың не істемекші екенін нақты білмесе де, оның жүрегіндегі қайнаған кекті сезетін еді. Шайтанның тойы, коттедждегі кеш. Түнгі сағат 11. Қала сыртындағы зәулім коттедж жарқыраған шамдар мен гүрілдеген музыкаға толы. Үйдің ауласында Гелендваген, Порше сынды қымбат көліктер қаз-қатар тізіліп тұр. Ауланың өзінде 10 шақты оққағар күзетте тұр. Іште алтын жалатылған жастық шақ. Жастар ішімдік ішіп билеп, өздерін әлемнің қожайындай сезініп жүр.
Ортада Руслан жүр. Үстінде бренд киім, қолында қымбат сағат, жанында екі сұлу қыз. Оның жүзінде тәкаппарлық пен шексіз эгоизм ойнайды. Ол бұл қалада өзіне рұқсат етілмеген ештеңе жоқ деп санайтын. Ол ақшамен кез келген заңды сатып алуға болатынына, ал адамдардың тағдыры оның ойыншығы екеніне кәміл сенетін. Бұрыштағы былғары диванда Тимур мен Данияр отыр. Бірақ олардың түрі адам қарағысыз еді. Даниярдың көздері алақтап, қолындағы виски құйылған стақаны дірілдеп тұр. Тимур болса әрбір көлеңкеден сескеніп, есік жаққа жалтақтай береді. Екеуі де соңғы 2 күнде көрген тозақтарын, Бақтиярдың мұздай көзқарасымен күшін ұмыта алар емес. Олар бұл кешке келгісі келмеген, бірақ Бақтиярдың келмесеңдер жердің астынан тауып аламын деген сөзі оларды осында сүйреп әкелген еді. Руслан достарына жақындап келді де, олардың иығынан қақты. Ей, жігіттер! Сендерге не болған? Бүгін менің туған күнім ғой, ал сендер біреуді жерлеп келгендей өлік құсап отырсыңдар. Данияр, түрің неге қуғыл? Ішсеңші. Қыздармен билеңдер. Тимур жасанды түрде жымимақ болып жөтеліп қалды. Бәрі дұрыс, Рус. Жай ішім ауырып тұрғаны. Түнімен ұйықтамаған едім. Данияр тіпті үн қаталмады. Ол ғимараттың ішінде қызмет етіп жүрген әрбір даяшыға, әрбір күзетшіге үреймен қарап отырды. Себебі ол Бақтиярдың осында екенін, оның бір жерден бақылап тұрғанын ішкі түйсігімен сезіп тұрған болатын. Оның сезімі алдамаған еді. Дәл осы сәтте олардан 20 қадамдай жерде қолына сусындар қойылған науаны, поднос ұстаған Бақтияр даяшының формасында өтіп бара жатты. Оның басына киген қара кепкасы жүзін көлеңкелеп тұр. Күзетшілер оны жай ғана қызметкер деп ойлап мән бергенде жоқ. Бақтиярдың жанары Русланның желкесіне қадалып, нысанасын дәл белгілеп алған еді. Ақпарат және қауіпсіздік жүйесін бұзу. Бақтиярдың басты мақсаты Русланның бөлмесіндегі сейфке жету. Видеоның басты нұсқасы сақталған флешка сол жерде. Оған жету үшін ол алдымен күзет камераларын өшіруі керек еді. Ол қызметкерлерге арналған дәліз арқылы 2-ші қабатқа көтерілді. Құлағындағы микробайланыс арқылы мақсаттың дауысы естілді. Баха, мен сыртта фургонның ішінде отырмын. Олардың серверіне кірдім. Камераларды өшіру үшін маған тура 30 секунд керек. Сен Русланның кабинетіне жақындағанда белгі бер. Қабылдадым деп сыбырлады Бақтияр, ол дәліздің соңындағы ауыр емен есікке жақындады. Есік алдында бір күзетші тұр екен. Бақтияр оған қарай сенімді қадаммен барды. Кешіріңіз, Руслан мырза кабинетіне сусын әкелуді бұйырған ет деді, ол басын көтермей. Күзетші оған күдіктене қарап. Ол төменде жүр ғой. Мұнда ешкімді кіргізбе деген. Күзетші сөзін аяқтап үлгермеді. Бақтияр қолындағы подносты оның бетіне қарай лақтырып жіберіп, дәл сол секундта күзетшінің ішінен ұрып, тамағынан буындырып үлгерді. Дыбыссыз, тез, кәсіби қимыл. Есінен танған күзетшіні сүйреп, жақын маңдағы қойма бөлмесіне тығып тастады. Мақа, камераларды өшір қазір, деді Бақтияр. Кетті. 30 секундың бар, деп жауап берді Мақсат. Бақтияр есіктің электронды құлпын арнайы магнитті кілтпен Мақсат жасап берген, ашып ішке кірді. Кабинеттің іші қараңғы, тек сырттағы жарық түсіп тұр. Қабырғадағы үлкен картинаның артында сейф тұрғанын ол сызбадан білетін. Ол сейфке жақындап, оның сандық панеліне қарады. Данияр мен Тимур бұл парольді білмейтін еді. Бірақ Бақтияр дайындалып келген. Ол сейфтің пернетақтасына арнайы ультракүлгін, ультрафиолет сәулесі бар кішкентай фонарик жақты. Русланның саусақ іздері қалған 4 сан жарқырап көрінді. 1, 9, 9, 8, Русланның туған жыл екені көрініп тұр. Ол сандарды ретімен басып көріп еді. Сейф шыр етіп ашылды. Ішінде қалың ақша бумалары, алтын сағаттар және ең бастысы кішкентай ғана қара флешка жатыр еді. Бақтияр флешканы қолына алды. Бұл кішкентай темір кесегі қарындасының өмірін тозаққа айналдырған басты қару болатын. Ол флешканы қалтасына салып алды. Бірақ ақшаға тиіскен жоқ. Ол мұнда ұрлық жасау үшін емес, жазалау үшін келген. Тұзаққа шақыру, веб бөлме. Ендігі кезек үшеуін бір жерге жинау.
Бахтияр кабинеттегі Русланның жұмыс телефонын алып, Тимур мен Даниярға хабарлама жіберді. Екінші қабаттағы веб бөлмеге тез көтеріліңдер. Сендерге арналған сюрприз бар. Жалғыз келіңдер. Руслан. Содан соң ол бірінші қабатқа түсіп, музыканың үнінен ештеңе естімей, қыздармен билеп жүрген Русланның жанына барды. Ол даяшы ретінде еңкейіп: Руслан мырза, кешіріңіз. Сіздің достарыңыз Тимур мен Данияр екінші қабаттағы веб бөлмеде сізді күтіп отыр. Олар сізге өте маңызды сыйлық дайындап қойғанын айтты, деді Бахтияр даусын өзгертіп. Русланның көздері жайнап кетті. О, менің бауырларым. Жүр, көрейік қандай сюрприз екенін. Ол қыздарды тастап масаттана басып екінші қабатқа қарай көтерілді. Бахтияр оның артынан көлеңкедей еріп отырды. Веб бөлме дыбыс өтпейтін, қабырғалары қалың, үлкен бильярд үстелі бар, оңаша орын еді. Іште Тимур мен Данияр үрейлене күтіп отырған. Есік ашылып, ішке күліп Руслан кіріп келді. Жігіттер, не дайындадыңдар маған? Қайда сюрприз? Деді ол бөлмеге кіре бере. Данияр мен Тимур бір-біріне қарайлап түсінбей қалды. Рус, біз ештеңе дайындаған жоқпыз. Бізді сен шақырдың ғой, хабарлама жазып, деді Тимур қалтырап. Русланның қабағы түйіліп артына бұрыла бергені сол еді. Есік тарс етіп жабылды. Құлыптың сырт еткен ауыр дыбысы естілді. Есіктің алдында даяшының формасын киген Бахтияр тұр еді. Ол қолындағы подносты шетке лақтырып жіберді де басындағы кепкасын сыпырып алды. Содан соң қалтасынан байланысты өшіретін құрылғыны глушителді қосып үстелдің үстіне қойды. Бөлмедегі музыканың үні мүлдем естілмей қалды. Орнаған өлі үнсіздік жүйкені жұқартатындай ауыр еді. Сюрпризді мен дайындадым, Руслан, деді Бахтияр. Оның көздері тікелей Русланның көзіне қадалды. Дауысы жер астынан шыққандай қаһарлы әрі суық еді. Бетпе-бет, өркөкіректіктің құлауы. Данияр мен Тимур Бахтиярды көрген сәтте ақ тізелері бүгіліп еденге отыра кетті. Олардың түстері шүберектей бозарып, тыныстары тарылып қалды. Олар бұл күннің келерін білген, бірақ дәл осылай Русланның ең қорғалған үйінде күзеттің көз алдында орын алатынын күтпеген еді. Руслан әлі кімнің кім екенін толық түсінбей тұрды. Ол өзінің патшалығында біреудің бұлай еркінсуіне үйренбеген. Оның намысы мен эгосы оянып айқайға басты. Сен кімсің, ей? Күзет, күзет, мұнда келіңдер. Бұл бомжды кім кіргізген? Ол есікке қарай ұмтылмақ болды. Бірақ Бахтияр орнынан тапжылмай, қолын алға созып, Русланның тамағынан жұлқа ұстады. Бахтиярдың темірдей саусақтары Русланның демін бір-ақ секундта тоқтатып тастады. Ол Русланды ауаға көтеріп, бильярд үстелінің үстіне бар күшімен лақтырып жіберді. Үстел үстіндегі шарлар жан-жаққа шашырап кетті. Руслан жөтеліп тамағын ұстап орнынан әрең тұрды. Ол өмірінде бірінші рет өзінен күшті, өзінен қауіпті адамнан таяқ жеп тұрған еді. Оның көзіне қорқыныш ұялай бастады. Сен не істеп жатқаныңды білесің бе? Мен сені тірідей көмдіремін. Менің әкем. Сенің әкең бұл жерде саған көмектесе алмайды, деп Бахтияр оған қарай баяу қадаммен жақындады. Оның әрбір қадамы Русланның жүрегіне қорғасын болып құйылып жатты. Ал мені тірідей көме алмайсың, өйткені мен онсыз да 5 жыл тірі өліп болып түрмеде жатып шықтым. Бахтияр қалтасынан кішкентай қара флешканы шығарып, Русланның көз алдында жоғары көтерді. Бұл флешканы көргенде Русланның көздері бадырайып кетті. Ол өзінің сейфінде жатқан, ешкім білмейтін құпияның мына бейтаныс адамның қолына қалай түсіп қалғанын түсіне алмай, есінен тана жаздады. Бұл Айлиннің видеосы, деп сыбырлады Руслан қалтырап. Сол сәтте оның миына найзағай түскендей болды. Айлин. Түрме. Оның алдында тұрған адам Айлиннің түрмедегі ағасы еді. Русланның бүкіл тәкаппарлығы, мастығы, мықтылығы бір секундтың ішінде бу болып ұшып кетті. Ол өзінің алдында жай ғана ашулы адам емес, өз өмірін жоюға келген ажал періштесі тұрғанын түсінді. Менің атым Бахтияр, деді ол, флешканы қолында қысып тұрып. Сен менің жалғыз қарындасымның өмірін тас-талқан еттің. Сен оны адам құрлы көрмедің. Сен оның көз жасынан ләззат алдың. Бахтияр флешканы жерге тастап, ауыр етігімен басып сықырлатып сындырып тастады.
Флешканың қираған бөлшектері еденде шашылып қалды. Көшірмелер жойылды. Данияр мен Тимурдың тазаланғанына мен көз жеткіздім. Сенің қолыңда енді оны бопсалайтын ештеңе қалмады. Руслан шегіне қабырғаға тірелді. Оның жанында еденде қалтырап Данияр мен Тимур отыр. Үш қасқыр енді дәрменсіз, торға түскен тышқанға айналған еді. Бұл тек басы ғана. Жауыздар Бақтияр костюмінің ішінен тапанша шығарып, үстелдің үстіне тарс еткізіп қойды. Бұл оларды ату үшін емес, психологиялық қысым көрсету үшін жасалған әрекет еді. Сендер менің қарындасымды тізерлеттіңдер. Енді сендердің кезектерің. Мен сендердің әрқайсыңның өмірлеріңді тамшылап сорамын. Нағыз тозақ енді басталды. Бильярд үстеліндегі өлім құралы. Дыбыс өтпейтін веб бөлменің ішіндегі ауа қорғасындай ауырлап кетті. Үстел үстінде жатқан қара тапаншаның суық жылтыры үшеуінің де көзін арбап, миларындағы соңғы қарсыласу инстинктін өшіріп тастағандай. Сыртта есіктің ар жағында ғана жүздеген адам шарап ішіп билеп жатыр. Ал бұл бөлмеде үш қасқыр өздерінің ажалымен бетпе-бет қалған болатын. Руслан жұтынып қабырғаға сүйене берді. Оның маңдайынан бұршақтап тер ағып, қымбат жейдесі денесіне жабысып қалған. Оның әкесінің ақшасы, қаладағы беделі, даладағы 10 шақты қарулы күзетшісі, ешқайсысы қазір оған көмектесе алмайтын еді. Өйткені оның алдында тұрған адамға бұл дүниенің байлығы да, билігі де көк тиын. Бақтияр, деді Руслан қалтыраған дауыспен, тапаншадан көзін алмай. Сен бұдан ештеңе ұпайсың. Мені өлтірсең, сені қайтадан қамайды. Өмір бойына кетесің. Қанша ақша керек? Айт. 5 миллион. 10 миллион. Қарындасыңды ең мықты шетелдік клиникаларға апарып емдетейін. Бәрін төлеймін. Тек бұл жерден аман шығайық. Бақтияр баяу қадаммен Русланға жақындады. Оның көздеріндегі мұздай суықтық Русланның іші бауырын қарып жібергендей болды. Бақтияр кенеттен оң қолын сермеп қалып, Русланның жағынан бар күшімен ұрып жіберді. Ауыр соққыдан Руслан гүрс етіп еденге құлады, оның ерні жарылып, аузынан қан атқылады. Сенің лас ақшаң менің қарындасымның бір тамшы көз жасына да тұрмайды деп ақырды Бақтияр, Русланның үстінен төніп тұрып. Ол сенің ойыншығың емес еді. Оның армандары, оның тазалығы бар болатын. Сендер оны өздеріңнің малқұсаған нәпсілерің мен эголарың үшін сындырдыңдар. Ақшамен бәрін шешем деп ойлайсың ба? Бүгін мен сенің сол эгоңды мына еденге жағып таптаймын. Өз қаруыңмен өзіңді ату. Еденнің бұрышында Тимур мен Данияр бастарын қолдарымен жауып, еңіреп жылап отырды. Олар Бақтиярдың келесі соққысы өздеріне тиет деп күтті. Бірақ Бақтияр тапаншаны алмады. Ол қалтасынан өзінің смартфонын шығарып, оны бильярд үстелінің шетіне сүйіп бейнекамерасын қосты. Камера үшеуінде анық түсіріп тұратындай етіп орнатылды. Сендер видеоға түсіргенді жақсы көресіңдер ғой, солай ма? Деді Бақтияр қалтасынан пышақ шығарып. Ол пышақтың жүзін жарыққа шағылыстырып Даниярға қарады. Адамның шарасыздығын камераға түсіруден ләззат аласыңдар ма? Ендеше бүгін басты рөлде өздерің ойнайсыңдар. Үшеуінің де түсі қашып кетті. Не түсірмексің? Деді Тимур қалтырап. Шындықты деп кесті Бақтияр, ол үшеуінде жұлқып тұрғызып камераның алдына қатар тұрғызды. Қазір әрқайсың өз аты жөндеріңді айтасыңдар. Содан кейін Айленге не істегендеріңді, сусынына не қосқандарыңды, оны қалай бопсалағандарыңды егжей-тегжейлі, бір сөзін қалдырмай баяндап бересіңдер. Егер біреуің өтірік айтсаң немесе үнсіз қалсаң. Бақтияр тапаншаны қолына алып, оны Русланның тізесіне тақады. Мен сендерді өлтірмеймін. Мен жай ғана әрқайсыңның екі тізелеріңді атып, өмір бойы мүгедектер арбасына таңып кетемін. Бастаңдар. Мойындау және сыну. Бұл нағыз психологиялық сын еді. Прокурордың ұлы, құрылыс магнатының мұрагері және бай бизнесменнің еркесі, үшеуі де камера алдында қан жылап, өз қылмыстарын өз ауыздарымен айтуға мәжбүр болды. Бірінші болып Данияр бастады. Ол өксігін тие алмай. Менің атым Данияр. Біз қазан айында Айлин деген қызды алдап саяжайға бардық. Мен бәрін телефонға түсірдім. Біз оған психотроптық дәрі бердік. Кешіріңіз.
Мен қорқақпын, мен тоқтата алмадым деп еңіреді ол. Кезек Тимурға келді. Прокурордың ұлы бұл видеоның оның әкесінің мансабын біржола құртатынын жақсы білді. Бірақ тізесіне тақалған мылтық пен Бақтиярдың қатыгез жанары оған басқа таңдау қалдырмаған еді. Ол тұтыға сөйлеп, Айленді видеомен қалай қорқытқандарын мойындады. Ең соңында Руслан қалды. Ол тісін қайрап камераға қарағысы келмеді. Бақтияр оның желкесінен мықтап ұстап, бетін камераға қарай күшпен бұрды. «Айт!» деп гүр етті Бақтияр. Русланның ерінен аққан қан иегіне тамып тұрды. Оның ішіндегі тәкаппарлық толығымен сынған еді. Ол төмен қарап, «Мен Русланмын, бәрін ұйымдастырған мен. Мен оның сусынына дәрі қостым. Оны қорладым. Видеоны сақтап, оны өзімнің құлыма айналдырмақ болдым». Бұл сөздер оның аузынан шыққанда, ол өзінің бүкіл болмысының, бүкіл жалған мықтылығының өліп жатқанын сезінді. Бақтияр видеоны тоқтатып сақтап қойды. Бұл видео енді Айленнің бейне жазбасынан 1000 есе қуатты қаруға айналған еді. Бұл қылмыстық істің бұлтартпас дәлелі, олардың бай әкелерінің бизнестері мен мансаптарын күл-талқан ететін атом бомбасы болатын. Тізерлеген тәкаппарлық. Ал енді, деді Бақтияр тапаншаны қайтадан үстелге қойып, ең бастысына көшеміз. Тізерлеңдер. Үшеуі түсінбей, бір-біріне қарады. Немене, естімей қалдыңдар ма? Тізерлеңдер. Бақтиярдың дауысы бөлменің қабырғаларын дірілдетіп жіберді. Тимур мен Данияр бірден еденге тізе бүкті. Руслан сәл тартынып еді, Бақтияр оның тізесінің артынан теуіп жіберіп, еденге күшпен құлатты. Үш қожайын, үш өр көкірек жас жігіт қарапайым жұмысшының формасын киген Бақтиярдың алдында бастары салбырап, тізе бүгіп отырды. Менің қарындасым сендердің алдарыңда жылап рақымшылық сұрады. Сендер оны келеке еттіңдер. Енді сендер одан кешірім сұрайсыңдар. Оның көзіне қарай алмайтындықтан мына камераға қарап сұрайсыңдар. Шын жүректен. Егер дауыстарыңнан жалғандық сезсем, осы бөлмеден өз аяқтарыңмен шықпайсыңдар. Бақтияр камераны қайта қосты. Үшеуі камераға қарап, жасқа тұнған көздерімен Айленнен кешірім сұрай бастады. Айлен, кешір бізді. Біз малмыз. Біз сенің өміріңді құрттық. Біз ақымақпыз. Жалынамын, кешірші бізді, деп Руслан басын еденге ұрып жылады. Оның эгосы толығымен жойылып, тек хайуани үрей мен шарасыздық қана қалды. Тимур мен Данияр да қосылып еңіреп, Айленнің есімін атап кешірім жалбарынды. Бұл көрініс әлемдегі ең үлкен психологиялық жеңіс еді. Бақтияр оларды сабап өлтіруіне де болар еді, бірақ өлім олар үшін жеңіл құтылу болатын. Оның мақсаты оларды іштей өлтіру, олардың мықтымыз деген елесін тас-талқан етіп сындыру еді. Ол мұны мінсіз орындап шықты. Жаңа келісім шарт, қорқыныш бұғауы. Бақтияр видеоны тоқтатып, телефонды қалтасына салды. Ол үшеуінің үстінен қатал көзқараспен қарап тұрды. Бұл видео менің қолымда. Оның ондаған көшірмесін қауіпсіз серверлерге орналастырып қойдым. Егер Айленнің басынан бір тал шашы түссе, егер оған ғаламторда немесе көшеде біреу қырын қараса, егер сендер бұл бөлмедегі жағдай туралы біреуге тіс жарсаңдар, бұл видео тура бас прокуратураға, ұлттық қауіпсіздік комитетіне және бүкіл интернетке тарайды. Бақтияр еңкейіп Русланның құлағына сыбырлады. Сенің әкең құрылыс тендерлерінен қағылады. Тимур, сенің әкең креслосынан ұшып жемқорлықпен істі болады. Сендер түрмеде шіритін боласыңдар. Ол жақта сендер сияқты байдың балдарын қалай жақсы көретінін мен өз көзіммен көргенмін. Түсінікті ме? Иә. Түсіндік. Ешқашан тиіспейміз. Бізді ұмытыңызшы, өтінеміз, деп жамырады үшеуі жерге қараған күйі. Олар Бақтиярдың бір сөзінен ақ бүкіл өмірлері мен отбасыларының тағдыры шешілетінін толық түсінген еді. Олар енді аңшы емес, Бақтиярдың жібіндегі қуыршаққа, қорқыныш құлдарына айналды. Бақтияр үстел үстіндегі тапаншаны алып, беліне қыстырды да есікке қарай бұрылды. Ол құлағындағы байланыс құралына: «Мақа, мен шығып барамын. Камераларды сол күйі қалдыр». Есікті ашпас бұрын Бақтияр соңғы рет артына қарады. Осы бөлмеде тағы жарты сағат отырасыңдар.
Егер сыртқа ерте шықсаңдар, немесе күзетті шақырсаңдар, келісім бұзылады. Туған күніңмен, Руслан, бұл күнді сен ешқашан ұмытпайсың. Бақтияр есікті жауып, үнсіз дәлізге шығып кетті. Ол келген ізімен, ешбір шусыз, даяшының формасында ғимараттан сыртқа шықты. Сырттағы күзетшілер темекі тартып түк сезбей тұрған еді. Фургонның ішінде оны Мақсат күтіп отырды. «Бәрі бітті ме, бауырым?» деп сұрады Мақсат фургонды оталдырып жатып. Бақтияр көліктің терезесінен қараңғы аспанға қарап, терең дем алды. Кеудесінен үлкен тас түскендей болды. «Бәрі бітті, Мақа», жыланның басы жұлынданды. «Енді үйге, Айлинге қайтайық», таң алдындағы оралу. Қала көшелерінде таңсыз беріп келе жатқан шақ. Түнгі ызғар қайтып, аспан біртіндеп көкшіл тартып барады. Бақтияр өзінің ескі пәтерінің есігін ақырын ашып ішке кірді. Ол үстіндегі қара күртешесін шешіп, ауыр етігін шешкенде ғана бойындағы бүкіл бұлшықеттерінің босаңсығанын сезінді. Соңғы 3 күн оның өміріндегі ең ұзақ, ең маңызды күндер болды. Түрмедегі 5 жылдан гөрі осы 3 күн оның жүйкесін көбірек жұғартқан еді. Бірақ ол мақсатына жетті. Ол аяғының ұшымен жүріп Айлиннің бөлмесіне жақындады. Есікті сәл қиялап ашқанда, қарындасының ұйықтамай, бұрыштағы креслода тізесін құшақтап үрпиіп отырғанын көрді. Айлин ағасының кеткеннен бері көз ілмеген еді. «Ботам, мен келдім», деді Бақтияр жұмсақ, мейірімді дауыспен бөлмеге кіріп. Айлин басын көтерді. Оның жанарындағы үрей мен күту азабы Бақтиярды көрген сәтте сәл де болса басылды. Ол орнынан атып тұрып, ағасының кеудесіне басын қойды. «Ағатай, мен сізге бірдеңе болып қалдыма деп қорықтым. Олар қауіпті ғой. Олар сізді де құртып жібере ме деп ойладым», деп дірілдеді ол. Бақтияр оның шашынан сипап, маңдайынан иіскеді. «Мен саған уәде бердім ғой, Айлин, енді бұл әлемде бізге қауіп төндіретін ешкім жоқ. Олардың дәуірі аяқталды. Отыршы, саған көрсететін нәрсем бар». Қорқыныштың құлауы, тізерлеген құбыжықтар. Бақтияр Айлинді төсекке отырғызып, өзі жанына жайғасты. Ол қалтасынан телефонын шығарды. Телефонды көрген сәтте Айлиннің денесі түршігіп, шегіншектеп кетті. Оның санасында телефон камерасы, бейнежазба деген сөздер тек қорлықпен, бопсалаумен ғана байланысты еді. Оның тынысы тарыла бастады. «Жоқ, аға, өтінемін. Олардың видеосын көргім келмейді. Көрсетпеңізші. Мен бәрін істеймін, тек оны өшіріңізші». Айлин екі қолымен көзін жауып, еңіреп жіберді. Оның психологиялық жарасы тым терең еді. Бақтияр оның қолдарын ақырын ғана төмен түсіріп, көзіне тік қарады. «Айлин, мені тыңдашы. Сенің видеоң енді жоқ. Мен Русланның сейфіндегі басты флешканы көз алдында сындырдым. Тимур мен Даниярдың компьютерлерінде, бұлттық қоймаларында, клауд, түбірмен өшіріп, тазалап тастадым. Олардың қолында сені қорқытатын бірде-бір сурет,